Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен кәуап самсаңы рецептісімен бөлісемін. Бұл самса өте дәмді болып шығады. Менің видеомды соңына дейін көріп, сіздер де осындай әдемі самса жасап көріңіздер. Бұл самсаны дайындау үшін ең алдымен бір кесе сұйық майымызды ыдысымызға құямыз. Және бір кесе салқын суымызды құйып, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Шым-шым тұзымызды салып, оны жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне керегінше ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 1 сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Пиязымызды турап алып, үстіне 250 грамм фаршымызды салып, және керегінше тұз, дәміне қарай, және қара бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды осындай бөліктерге бөліп, барлығын домалақтап, дайындап аламыз. Қамырымызды шетінен өте жұқа етпей жайып, ортасына салмамызды салып, домалақ етіп түйіп аламыз. Барлығын осылаймен түйіп алдым. Және қалыбымызға 3 самсадан біріктіріп қойып шығамыз. Үстіне жұмыртқамызды жағып, және күнжіттерімізді сеуіп, әдемі болып шығу үшін 180 градуста қызарғанша самсамызды пісіріп аламыз. Қызарып піскен самсамызға осындай арнайы таяқшамызды алып, шүйініне бірдей осылай кіргізіп аламыз. Өте әдемі көрінетін болады. Піскен соң осылай таяқшаны қойсақ, сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсағандай хрустящий самса шықты. Менде сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.